Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бөлімнің тақырыбы дананың сөзі, ақылдың көзі. Оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын дәптерімізді ашамыз және бүгінгі күнді және сабақтың тақырыбын жазамыз. Сабақтың тақырыбы Қожа Ахмет Яссауи даналық кітабы. Сабағымызды бастамас бұрын Қожа Ахмет Яссауидің еңбектері туралы бейне баянмен танысып көрелік. Қожа Ахмет Яссауи ислам әлеміне әйгілі дін ғұламасы, ойшыл ақын. 11-12 ғасырларда өмір сүрген, ол қазір оңтүстік Қазақстан облысының Сайрам қаласының маңында туып өскен. Ақынның арғы аталары Мұхаммед пайғамбарымыздың күйеу баласы Хазірет Әлидің Ханафия атты әйелінен туған Мұхаммед Ханафиядан тарайды. Орта Азия жерінде Хазірет Әлидің ұрпақтары қожа атағына ие болған. Яссауи атына қожа сөзінің қосарлануы айтылды сондықтан. 7 жасқа келгенде мұсылманшылықты насихаттаған Арыстан бабтан Мұхаммед пайғамбардың қасиетті білімін құрмасын алған. 27 жасында Бұхара қаласына барып білім алып, Хамаданидің шәкірті болады. 36 жасында Хамадани мектебін толығымен аяқтайды. Өзіндік мектеп ашуға құқылы діни лауазымға ие болады. Кемеліне келген ол бар өмірін мұсылмандықты насихаттауға арнаған. 63 жасқа келгенде қылует жасап, жер астына түсіп күн кешеді, яғни жарық дүниенің күнәлі істерінен ада болып қалған өмірін оңашалықта, тыныштықта, Құдайға құлшылық күні өткізіп, хикметтерін жазады. Дивани хикмет, қазақша хикметтер жинағы немесе даналық кітабы 12 ғасырдан сақталған әдеби ескерткіш. Хикмет соғылық поэзияның негізгі жанры. Бұл өлеңдердің мазмұнында жаратушыны мадақтау, адам жанының адамгершілік, имандылық секілді игі қасиеттерін дәріптеу, ислам дінінің қағида шарттарын түсіндіру бар. Яссауи хикметтері орыс қыпшақ тілінде жазылған. Яссауи жинағындағы хикметтердің саны 149. Хикметтер ұстаздың шәкірттерге арналған сөз түрінде жазылған. Хикметтер жинағы көптеген орта ғасырлық шығармалардағыдай хаққа мадақтап, Құдайға мінәжат етумен басталады. Жинақта негізінен мұсылмандықтың төрт сатысы шариғат, тариқат, мағрифат, хақиқат туралы түсінік беріледі. Яғни рухани тазар Алланың нұрын дидарын көру үшін адам жаны осы ретпен төрт баспалдақтан, төрт деңгейден өту керектігі жырланады. Жинақ бүкіл адамзатты толғандыратын өмір, тіршілік, ғалам, жаратушы, ақиқат, жалған туралы мәңгілік мәселелерді дінмен қарастыра қозғаумен құнды. Келесі тапсырма. Көп нүктенің орнындағы тиісті сөзді табыңыз. Бірінші сөйлем бізде хикмет, даналық сөзі, ақыл сөзі. Бұл сөздерді қалдырған кім балалар? Келесі сөйлем. Қожа Ахмет Яссауи түркітілдес халықтар арасында сопылық әдебиеттің негізін қалаушылардың бірі, аса көрнекті ақын. Есімі әлеміне мәшһүр ойшыл қайраткер. Үшінші сөйлем. Қаласындағы Ахмет Яссауи кесенесі орта ғасырлық сәулет өнерінің көрнекті ескерткіші. Жұмысты мұқият орындаңыздар. Енді жауабымызды тексеріп көрейік. Балалар, хикмет, даналық сөзі, ақыл сөзі. Бұл сөздерді қалдырған әрине Қожа Ахмет Яссауи. Екінші, Қожа Ахмет Яссауидің есімі ислам әлеміне мәшһүр ойшыл қайраткер. Үшінші сөйлемнің жауабы Түркістан қаласындағы Ахмет Яссауи кесенесі орта ғасырлық сәулет өнерінің көрнекті ескерткіші. Балалар, Ахмет Яссауидің есімін мұсылман әлеміне мәшһүр еткен шығармасы Дивани хикмет, яғни даналық кітабы. Оны кейде ақыл кітабы деп атайды. Ақын өзінің бұл кітабын Орта Азия мен Қыпшақ даласының түркілеріне кезінде түсінікті болған шағатай тілінде жазған. Мұның өзі араб тілінде жазған Құран мен түрлі хадистерді жергілікті түркі халықтарының түсініп оқуына мүмкіндік береді.
Диуани хикмет көшпелі елдің ауыз әдебиеті үлгілеріне негізделіп, түркі халықтары фольклорының тілдік, стильдік, модельдік тәсілдерін зор шеберлікпен пайдалана жазылған дидактикалық, этикалық туынды. Диуани хикмет, яғни даналық кітабы, Қожа Ахмет Яссауидің сопылық идеясын жыр еткен дидактикалық, этикалық мазмұндағы әдеби шығарма. Бұл өлеңдер жинағы қазақ әдебиетінің де орта ғасырлық нұсқасы болып табылады. Яссауи хикметтерінің тілін ұзақ жылдар бойы зерттеген көрнекті ғалым Боровкоптың пікірі бойынша, даналық кітабы Оғыз Қыпшақ тілінде өмірге келген әдеби туынды. Кезінде ол өлеңдер өте қарапайым, көпшілікке түсінікті тілмен жазылған. Балалар, біздің келесі тапсырмамыз семантикалық кесте. Яғни, берілген сөйлемдердің тұсына қажетті сөздерді тауып, қосу немесе яшық белгісін қойып кетеміз. Енді орындаған жұмысымызды тексеріп көрелік. Аты әйгілі, даңқы шыққан, көпке белгілі деген сөздердің жауабы мәшһүр. Адамның ақылына қонбайтын ғажайып іс, керемет. Әрине бұл сөйлемнің жауабы хикмет. Қала мекен, жауабы шаһар. Барша тірі табиғатқа ортақ қасиет, тіршілік негізгі болып табылатын, рухқа қарсы қойылатын табиғи қажеттіліктер, құлқын, тойымсыздық, құмарлық, ол нәпсі деп аталады. Мұхаммед пайғамбардың көкке көтеріліп, Алла тағаламен сөйлескен түні, мұсылмандардың қасиетті 4 түнінің екіншісі Миғраж деп аталады. Миғраж сөзі ол діни сөз. Жер асты мінәжатия, яғни Ахмет Мұхаммед пайғамбардан жасаған жасын жасамаймын мен деп өзі барлық өмірін қылуетте өткізеді. Дін жолына түскен, имамға қол тапсырған құдайшыл адам сопы араб сөзінен шыққан діни мәндегі сөз. Келесі тапсырма. Берілген өлеңді негізге ала отырып, қоғамдағы жастар тәрбиесіне байланысты келеңсіздіктерді шығарма түрінде жазыңдар. Үлкен кіші адамнан ибалық әдет кетті, қыз бозбала жастардан әдеп кетті, мінез құлықты бұзатын әлек жетті, бұл не деген замана болды достар. Яғни осы өлеңді негізге ала отырып, қазіргі қоғамдағы көрініп тұрған кемшіліктерді, келеңсіздіктерді шығарма түрінде жазыңыздар. Келесі тапсырма имандылық, адам бойындағы ізгі қасиет тақырыбында эссе жазу. Балалар, Ахмет Яссауидің Диуани хикмет даналық кітабы бұл діни сопылық қағидалармен қатар білім алу, адалдық, имандылық, ізгі қасиетті болу, ақыл парасатқа жету, жақсылық жасау, жамандық, төзімді болу, достық пен махаббатты қастерлеу, әділетті болу, адал жолмен жүру сияқты адамгершілік құндылықтарды насихаттайды. Бұл кітабы әрбір адамды имандылыққа, ізгілікке, адамгершілікке бағыттайтын тәрбиелік мәні зор, аса зор еңбек. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.